Орта Азиядағы ең үлкен мешітке Нұрсұлтан атауы берілді. Бұл мешітті салу туралы бастаманы бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қолға алған еді. Оның іргетасы 2019 жылы қаланып, 2022 жылы салтанатты түрде ашылған болатын. Астанадағы бұл мешіт ішінде бір мезетте 30 мың адам құлшылық жасай алады. Айта кету керек, бүгін Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 86 жасқа толды. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұрсұлтан Назарбаевты туған күнімен ресми түрде құттықтап, экс-президентке мықты денсаулық пен ұзақ ғұмыр тіледі. Құттықтауында ол Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның дамуына қосқан үлесін ерекше атап өтті. Жалпы Астана күні 2006 жылға дейін 10 маусымда тойланып келген еді. Кейін оның датасы Астананың Алматыдан Ақмолаға ауысқан тарихи күнмен ұштасып ауыстырылды. Бұл күн тұңғыш президенттің туған күнімен тұспа-тұс келеді.